Ата-ананың сүйіктісі, үйдің еркесі, кенже ұл. Бірақ үйленгеннен кейін оның өмірі неге тозаққа айналады? Неге үлкен ағалары рахат өмір сүреді де барлық ауыртпалық кенже келіннің мойнына түседі? Бұл тұжырымдамамен келісесіздер ме? Әлде барлық жауапкершілік үйдің тұңғышына артыла ма? Қалай ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді комментарийге жазып, лайк басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіз ешқашан өз үйіңізде өзіңізді тұтқын сияқты сезіндіңіз бе? Елестетіп көріңізші, зәулім үй, ас төгу дастархан, төріңізде сыйлы қонақтар. Сыртынан қарағанда нағыз жұмақ. Ал іштей сіз ешқайда қашып құтыла алмайтын, темір тор емес, алтын тордың ішіндесіз. Бұл ертегі емес. Бұл орталық Азияның, әсіресе қазақ, қырғыз, өзбек халықтарының мыңдаған заманауи отбасыларының көзге көрінбейтін трагедиясы. Бұл кенже баланың қасіреті. Достар, бүгін біз ғасырлар бойы келе жатқан қара шаңырақ дәстүрінің екінші, көлеңкелі жағын ашамыз. Кенже ұл болу шынымен бақ па, әлде бұл ешкім айтпайтын, мәңгілік лағнет пе? Видеоны соңына дейін көріңіз, өйткені бұл ақиқат сіздің отбасы туралы түсінігіңізді төңкеріп жіберуі мүмкін. Алдымен дәстүрге үңілейік. Ата-бабамыз не дейді? Кенже ұл қара шаңырақтың иесі. Ол әке-шешесінің алтын діңгегі, шаңырақтың отын сөндірмейтін соңғы тұяғы. Үлкен ағалары үйленіп еншісін алып бөлек кетеді. Ал кенжесі ата-анасын қартайғанша бағып қағуға міндетті. Ол үшін оған бүкіл мүлік үй, мал, ата-баба аманаты қалады. Сыртынан қарағанда қандай әдемі, қандай даналыққа толы дәстүр, иә. Қарттарымыз далада қалмайды, ұрпақтар сабақтастығы сақталады. Сондықтан біз кенже баланы әрқашан ерке, бақытты, дайынға айық деп ойлаймыз. Бірақ заман өзгерді. Ауылдан қалаға көшу, жаһандану, заманауи психология бұл дәстүрдің тамырына балта шапқандай болды. Және дәл осы жерде кенже баланың көзге көрінбейтін соғысы басталады. Сценарийді былай елестетіңізші. Кенже ұл. Ол да үлкен ағалары сияқты ақылды, талантты, амбициясы бар. Ол да Алматыда, немесе Астанада, бәлкім шетелде оқығысы келеді. Оның да өз бизнесін құрып, әлемді шарлағысы келеді. Бірақ ол бірінші сыныпқа барғаннан бастап оның санасына бір код құйылады: сен кенжесің. Сен ешқайда кетпейсің. Сен бізді бағасың. Оның бүкіл арман мақсаты қара шаңырақтың төрт қабырғасына байланады. Ағалары бөлек шығып, өз өмірін, өз қателіктерін жасап, еркін өсіп жатқанда, кенже бала ата-анасының эгоизмінің құрбанына айналады. Иә, мен оны эгоизм деп атаймын. Өйткені көбіне ата-аналар кенжесінің бақытын емес, өздерінің қартайғандағы жайлылығын ойлайды. Ағалары ауылға мереке сайын келіп, сыйлы қонақ болып бат алып кетеді. Ал кенжесі күнделікті проблема, күнделікті күтім, күнделікті неге кеш келдің, неге мынаны істемедің деген сұрақтардың астында қалады. Ол 30-40 жасқа келсе де, сол үйдің кішкентай баласы болып қала береді. Оның өз пікірі, өз шешімі жоқ. Достар, егер кенже баланың қасіреті ауыр болса, кенже келіннің қасіреті одан 10 есе сорақы. Бұл орталық Азиядағы ең үлкен, бірақ жабық тақырыптардың бірі. Кенже ұл үйленгенде ол әйел алмайды. Ол қара шаңыраққа, яғни бүкіл әулетке, ата-анасына тегін қызметші, күтуші алады. Жас келін түскен күннен бастап оның өз өмірі аяқталады. Таңғы сағат 5-6-да тұрып, аула сыпыру, сиыр сауу, шай қайнату. Бұл өзбек пен қырғыз бауырларда өте қатаң сақталған. Ол бүкіл үйді тазалап, бүкіл туыстың, бүкіл ауылдың қас-қабағына қарауы керек. Ең қорқыныштысы, кенже келін ешқашан енесіне жақпайды. Өйткені ене кенже ұлын өз меншігі деп санайды, ал келінді сол меншікті тартып алушы, жау ретінде көреді. Әрбір басқан қадамы, әрбір істеген тамағы, тіпті бала тәрбиесі, бәрі сынаққа түседі. Ағаларының әйелдері бөлек үйінде хан шайын болып отырғанда, кенже келін қара шаңырақтың құлына айналады. Қаншама жас отбасылар дәл осы ене мен келін арасындағы қысымға шыдамай ажырасып жатыр. Ал кенже ұл кімнің жағына шығады? Анасының жағына ма, әлде әйелінің жағына ма?
Анасын таңдаса отбасы бұзылады, әйелін таңдаса жұрт не дейді, анасын тастап кетті деген лағнет арқалайды. Бұл шешімі жоқ дилемма. Ал енді интриганы одан әрі ушықтырайық. Елестетіп көріңізші, кенже ұлдың шыдамы таусылды. Ол бір күні бүкіл әулетті жинап былай дейді: мен де адаммын. Менің де арманым бар. Мен де бөлек кеткім келеді. Маған қара шаңырақта, мүлікте керек емес. Не болады деп ойлайсыз? Бүкіл әулет төңкеріліп түседі. Масқара. Сен ата-анаңды кімге тастайсың? Сен лағнет арқалайсың. Жұрттың бетіне қалай қараймыз деген айғай-шу басталады. Ағалары өздері еркін өмір сүріп жатса да, кенжесін жауапкершіліктен қашты деп айыптайды. Бұл нағыз психологиялық террор. Кенже ұл өз бақыты мен ата-аманаты арасында өмір мен өлім соғысын жүргізеді. Егер ол кетіп қалса, ол әулеттен безген сатқын болады. Егер қалса, ол іштей өледі, өзінің бүкіл әлеуетін сол алтын тордың ішінде тұншықтырады. Достар, мен бұл әңгімені дәстүр жаман деп айту үшін айтып жатқан жоқпын. Ата-баба даналығында мән бар. Бірақ заман өзгергенде дәстүр де өзгеруі керек. Қара шаңырақ бұл темір тор емес. Ол берекенің бесігі болу керек. Егер сіз осы видеоны көріп отырған ата-ана болсаңыз, ойланыңызшы, сіз балаңызды жақсы көргендіктен қасыңызда ұстап отырсыз ба, әлде өз үрейіңіз бен жалғыздығыңыздан ба? Бала сіздің меншігіңіз емес, ол Құдайдың аманаты. Оның өз өмірі, өз жолы бар. Егер сіз кенже бала болсаңыз, қорықпаңыз. Өз шекараңызды белгілеңіз. Бөлек кету ата-ананы тастау емес. Сүйіспеншілік пен құрмет физикалық қашықтыққа байланбаған. Керісінше кейде бөлек шыққанда қарым-қатынас жақсарады. Егер сіз кенже келін болсаңыз, шыдамды болыңыз, бірақ өз намысыңызды аяққа таптатпаңыз. Күйеуіңізбен сөйлесіңіз, бірге шешім қабылдаңыз. Шығу жолы диалогта, өзара құрметте және жауапкершілікті бүкіл балаға тең бөлуде. Ата-ананы бағу тек кенженің емес, бүкіл баланың міндеті. Достар, кенже баланың қасіреті біздің қоғамның айнасы. Біз бұл туралы айтудан қорқамыз, бірақ бұл мыңдаған шаңырақтың ішіндегі шындық. Мен білемін, сіздің араңызда да кенже балалар, кенже келіндер бар. Бәлкім, сіз де дәл қазір осы алтын тордың ішінде отырған шығарсыз. Өз оқиғаңызды пікір бөлімінде жазыңыз. Еш қымсынбаңыз. Біздің пікір алаңы бұл диалог, бұл бір-бірімізге қолдау көрсету. Сіздің оқиғаңыз басқа бір жанға күш беруі мүмкін. Егер бұл видео сіздің жүрегіңізге жетсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Және бұл видеоны кенже баласы бар ата-аналарға, немесе өздері кенже бауырларыңызға жіберіңіз. Бәлкім, бұл бір ауыз сөз бір шаңырақтың бақытын сақтап қалар. Бақытты болыңыздар, бауырлар. Көріскенше аман болыңыздар.